Ешқандай миксерді қажет етпейтін, тез арада дайын болатын жұп-жұмсақ пирогтың рецептін ұсынатын боламын. Қабыл алыңыздар. Ең әуелі ерітілген сары майымызды ыдысымызға саламыз. Үстіне қантымызды қосып, қантымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Содан соң үстіне 3 жұмыртқаны салып, тағы да араластырып аламыз. Шым-шым тұзымызды қосамыз, және ванилин болса, ванилинді қосамыз, тағы да араластырып аламыз. Ұнымызға разрыхителді қосып аламыз да жақсылап араластырамыз. Содан соң міндетті түрде електен өткізіп, 2 немесе 3 бөлікке бөліп, массамызға ұнымызды қосамыз. Барлығын сұйық болғанша араластырып аламыз. Массамыз дайын болады. Енді формамызды дайындап аламыз. Алдын ала 20 диаметрлі формамен де сұйық массамызды құйып алып, бетіне қалауларыңыз бойынша жеміс-жидектерді қойып, қысып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутқа салып аламыз. Мінекей достар, осымен біздің пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Сіздермен болған Нұрия Амангелді.